Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2022 жылғы өте қызық сериал «Әлсіз қаһарман» сериалының алғашқы 2 сериясының сюжетін қарастырамыз. Йонжо Ин деген жоғары сынып оқушысы. Ол өте тұйық, достары жоқ. Уақытының көбін сабаққа арнайды. Соның арқасында сыныптағы ең жақсы оқушы болып жүр. Бірақ сыныптастары оны аса ұната бермейді. Сол сыныпта Чон Йон Бин деген бұзақы бар. Сабаққа онша тырыспайды. Бірақ ақылды болғандықтан бәрін оңай түсінеді. Бір күні мұғалім Шейннің математика олимпиадасынан бірінші орын алғанын айтады. Бірақ сыныпта ешкім қол соқпайды. Ал Йон Бин үшінші орын алғаны үшін марапат алғанда оның достары қол соғып, кейін бүкіл сынып қосылады. Мұғалім кеткеннен кейін Йон Бин мен достары әлсіз балаларды мазақтай бастайды. Ал Йон Бинге ең қатты ұнамайтын адам Шейн. Бірақ Шейн оның қорқытуларына мүлде мән бермейді. Бір күні сыныпқа қолдарына бейсбол таяқтарын ұстап алған жоғары сынып оқушылары кіріп келеді. Олар Сухоны іздейді. Себебі Сухо олардың лидерінің қызымен сөйлескен. Олар Сухоға шабуыл жасайды. Бірақ Сухо бұрын төбелес спортымен айналысқан болғаннан кейін олардың барлығын оңай жеңіп шығады. Жоғары сынып оқушылары осылайша ұят болып жеңіліс табады. Үйіне келген соң Шейн әкесіне олимпиададағы бірінші орын алғаны туралы диплом көрсетеді. Әкесі оны мақтан тұтады, бірақ әкесі жұмыспен өте көп айналысады. Үнемі іссапарда жүреді. Шейн ата-анасы ажырасқандықтан тек әкесімен тұрады және өзін өте жалғыз сезінеді. Ол кейде онлайн сабақ беретін анасының видеосын көріп отырады. Келесі күні Шейн сыныпқа бірінші болып келеді. Онда партасында ұйықтап жатқан Сухоны көреді. Сухо сабақтан кейін тамақ жеткізу қызметінде жұмыс істейтіндіктен үнемі шаршап жүреді. Шейн өз кроссовкасын таба алмайды, себебі оны Йон Бин жасырып қойған. Сондықтан дене шынықтыру сабағына ыңғайсыз аяқ киіммен келеді. Жүгіру кезінде ол сыныптағы ең соңғы болып келеді. Сабақтан кейін Шейн Йон Бин мен оның достарына барып өзіне тиіспеуін талап етеді. Бұзақ ашуланып оны тұншықтыра бастайды. Сол кезде мұғалім келіп тоқтатады. Осы кезде сыныпқа жаңа оқушысы Обонцов келеді. Ол бұрынғы мектебінде бұзақылардың қорлығына ұшырағандықтан осы мектепке ауысқан. Йон Бин жаңа оқушыны да өз жағына тартқысы келеді, бірақ Шейн келіп Йон Бинге оның партасынан тұруды талап етеді. Бұзақы ұрмақ болады, бірақ ұйықтап жатқан Сухо ашуланып бәрін тоқтатады. Кешке Йон Бин достарымен түнгі клубта отырады. Оның туысы Сокте оларға есірткі әкеледі. Йон Бин фентанил деген затты адамның мойнына жапсырса, адамның бас айналып, көзі бұлдырап, құсып қалатынын біледі. Келесі күні Йон Бин Помсокты қорқытып Шейннің мойнына фентанил жабыстыруға мәжбүрлейді. Егер орындамаса, оның бұрынғы мектепте қорланғанын бәрін айтып берем деп қорқытады. Помсок қорқып келіседі. Сыныпқа кіргенде ол Шейннің мойнына жапсырманы жапсырып, маса өлтірдім деп өтірік айтады. Сол күні маңызды емтихан болады. Біраз уақыттан кейін Шейннің бас айналып, көзі қарауытады. Ол дәретханаға жүгіріп кетеді. Кейін мойнындағы жапсырманы байқап, өзіне келу үшін өзін бірнеше рет ұрады. Емтихан аяқталады және де тесттің жауаптары шығады. Тест жауаптары шыққаннан кейін Шейн өзінің көп қате жібергенін байқайды және де бұл Йон Биннің ісі екенін түсінген Шейн ашуланады. Ашуланып Йон Биннің бетін ұрады, ал оның досының қолына қалам сұғып жібереді. Кейін Йон Бинді қатты соғып, мұрнын сындырып тастайды. Сухо оны тоқтатады, бірақ ашуға булыққан Шейн оған да орындықпен шабуыл жасайды. Сухо оны оңай тоқтатады. Сол кезде мұғалім кіріп қалып, төбелесті тоқтатады. Мұрны сынған Йон Бин ауруханаға түседі. Мұғалім Шейнді барып, одан кешірім сұратқысы келеді. Бірақ Шейн болса фентанил жапсырмасын көрсетіп, Йон Биннің сөмкесінен есірткіні тауып алады. Жанжал шықпау үшін Йон Бинді басқа мектепке ауыстыруға тура келеді. Ал Шейн болса үйіне оралады. Оны үйде әкесі күтіп алады және де баласының төбелескенін біліп, оған үндемейді. Келесі күні мектепте бұзақының достары өздеріне жараланғаны үшін одан кек алғысы келетінін және сабақтан кейін күтетінін айтады.
Ал Шейн болса одан да дәл қазір сөйлесейік деп есікті жауып қойып оларды ручкамен құрықтады. Шейн бұл екеуіне жақындап тұрып қайтадан маған енді тиісуші болмаңдар деп айтады. Сыртқа шыққаннан кейін Шейннің сыныптастары оны мақтай бастайды, бірақ Шейн оларға аса қуана қоймайды. Себебі олар бұрын оны менсінбейтін, ал қазір досы болғысы келеді. Туысы Согде болса жиенін ауруханадан көруге барады және де оған жиені Шейннен кек алуды тапсырады. Кешке дейін сабақ оқып автобуста келе жатқан Шейн өзінің сыныптасы Сухоны көреді және сыныптасының сабақ пен жұмысты қатар алып жүруіне мәжбүр екендігін көреді. Себебі ата-анасынан ерте айырылған Сухо әжесімен бірге жалғыз тұрады. Келесі күні Шейн сабаққа ерте келіп, ұйықтап жатқан Суходан кешірім сұрайды. Ол кезде қатты ашулы болғандықтан Сухоны ұрып жібергенін айтады. Және де кешірім ретінде Сухоға тамақ әпереді. Екеуі солай жақынырақ сөйлесе бастайды. Ауруханадан шыққан Йонбин өзінің туысқаны Согдені тауып алады және оның айтқанын тезірек орындағанын қалайды. Ал Согде болса ақша табу үшін кез келген лас жұмысты істеуге дайын. Сабақтан кейін Бомсок Шейннан істегендері үшін кешірім сұрайды, ал Шейн болса оны кешіруге дайын емес. Қайтып келе жатқан Шейнді алдынан Согде мен бұзақылар ұстап алады. Оны көрген Бомсок Сухоға жүгіріп барады. Сухо өзін мазаламай кеткенін қалайды. Ал Бомсок көмектессе жақсы ақша төлейтінін айтады және де Сухо онымен келіседі. Бұзақылар Шейнді ұрып соғып қинап жатады және де Шейн өте ақылды болғандықтан оларға қарсыласа түседі. Алайда мықты Согдеден ол оңай қашып кете алмайды. Йонбин болса сынған мұрны үшін және де мектептен шеттетілген үшін оны ұрып жатады. Шейннің қолын басып сындырып жатады. Күтпеген жерден Сухо пайда болып, барлық бұзақыларды шетінен қырып жатады да Согдемен бірге бір қалып шайқасады. Шейн да бұзақыларға төтеп беріп жатады. Йонбин Шейннің басын жарғалы жатқанда Бомсок келіп көмектеседі. Согде болса қарсыластарының өте мықты екендігін түсініп кетіп қалады. Шейн Йонбинге тиіспейді, бірақ бұдан былай жоламағандығын қалайды. Болған оқиғадан кейін үш жоғары сынып оқушылары жақындаса түседі. Үшеуі Сухоның жұмыс жасайтын мейрамханасына келіп, оның жұмысына көмектесіп, одан кейін барып болған оқиғаны талқылап үшеуі тамақ жей бастайды. Міне достар, осылайша біздің видеомыз соңына жақындап қалды. Егер де бұл сериалдың жалғасын тағы да көргілеріңіз келсе, комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған НБР KZ барлықтарыңызға рахмет.